Қайырлы күн баршаларыңызға, қалайсыздар? Амансыздар ма? Бүгін сіздерге жаңа шаурма жасап көрсетейін деп отырмын. Бұны шаурманы жаңа балалары да үлкен кісілер де сүйсін жейтін бір тағамның бір түрі. Сондықтан сіздерге осы жерде тұрған ингредиенттермен таныстырып, және сіздерге жасалу жолын көрсететін боламын. Әуелі бізге керегі мына жерге дайындап қойдым. Електен өткізіп 350 грамм ұнымды дайындап қойдым. Сосын кейін барып бізге тауықтың төс еті керек болады. Менде төс еті болмағаннан кейін осы сирақтан жаңа жұлымдап осылай турап дайындап қойдым. Одан кейін барып мына жерде салатный лист болу керек, салат жапырағы. Ол да болмағаннан кейін пекинский капустаны осылай шығарып дайындап қойдым. Помидорым бар, және қиярым бар, сосын сарымсағымды, одан кейін тұз, одан кейін барып майымды, майонезімді бәрін дайындап қойдым. Және алдымен бірінші қайнаған суға нанымызды илейтін боламыз. Ал достар, енді бісміллә деп бастаймыз. Ұнымызды жаңа айттым сіздерге електен өткіздім деп. Сол елекке өткізілген ұннан мына бір шай қасық осындай тұзымызды қосатын боламыз. Мендегі ұсақ тұздар. Содан кейін мен осы ұсақ тұзды бірден бетіне салып кете беремін. Себебі қайнаған суды үстіне құятын боламыз. Содан кейін барып 2 ас қасық біз сұйық май қосамыз. 2 ас қасық. Қостық. Ендігісінде мына қайнап тұрған ыстық суымызды осы ұнның үстіне аудара саламыз. Міне, енді осыны қасық пәткімен не қыламыз? Араластырып отыра тұрып, суығаннан кейін барып қамыр илейтін боламыз. Осылай жаңағы мынандай немен, қасықтың көмегімен осылай ұнымызды илей береміз. Сосын қолымыз күймейтіндей болған кезде қамырымызды алып қолмен илейтін боламыз. Енді қолмен илейміз қамырымызды. Егер мына қамыр ыстық болмаса, қолмен илей беруге болады. Міне жұмсақ әдемі қамыр шығады. Бірақ қамырымыз әлі де ыстық болып тұр мұнда. Мен қолыма ыстық батып тұр. Ие қанғанша, ыстық болғанша, жаңағы суығанша осылай илейміз. Міне қараңыздар, өте жұмсақ қамыр болды. Енді осы қамырды жарты сағатқа 30 минутқа жаңа демалдырамыз, тындырып қоямыз. Бісміллә деп қазанымызды қосамыз. Жаңа қосып өшіріп тастадым, қатты қызып кеткеннен кейін. Енді мына жерде мен айттым сіздерге тауық еті деп. Егер не болса, тауықтың төс еті болса, тіптен жақсы. Бісміллә рахмет. Жаймен саламыз. Себебі майымыз қызып тұрды. Мен 40 миллилитр не қойдым, жаңа 2 ас қасық май қойдым. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша майды көбірек құямын, майлы болсын, жақсы болсын десеңіздер, онда 50-60 көбейте бересіздер. А мен өзім жаңа 40 миллилитр май, яғни 2 ас қасық май салдым. Одан кейін барып қазір дәмдеуіштерді саламыз. Содан кейін соевый соуспен осы тауықты бұқтырып, әдемілеп пісіретін боламыз. Бағана керек заттарды өздеріңізге таныстырып өттім. Енді осы чесноктарды қазір турайтын боламыз. Сарымсақты турайтын боламыз. Әуелі мына нені, қиярды осылай бөліп алып, содан кейін барып ұзынша етіп дайындайтын боламыз. Осылай турайсыздар. Ұзынша етіп нанның арасында салғанда жаңағы еш кедергісіз нанның ішінде әдем болып тұру үшін. Мына жапырақтары үлкен болса, осылай қысқартып отырасыздар, кесіп тастап арасында. Енді бағана жуып тазартып алған, және қиярымызды осылай турап дайындап қойдым. Енді осыны қазір жақсылап араластырып, тұз салмаймыз, өткен көреміз қазір немен жаңағы тауық етіне сомен дәмделе ма, әлде тағы да тұз қосамыз, о жағын қазір көре жатамыз. Жаңа сарымсағымызды неден өткіздік, чеснокорецкіден. Енді осыған немізді қосамыз, майонезімізді қосамыз. Сосын осыған қара бұрыш салып, және андай ащы бұрыштан кішкене салып, осындай приправа соус жасап қоямыз. Жаңа айтқандай қара бұрышымызды алып келдім. Енді осыны қосып жіберейін.
қара бұрыш көп болса дәмді болады. Одан кейін барып мынандай кішкене ащы бұрыш бар екен. Осыдан кішкене саламын, көп салмаймын. Ащы жақсы көретіндер болса көбірек салса болады. Бірақ мен өзім жаңа қатты ащы болғанын қаламай тұрмын да. Осылай кішкене ғана қасықтың ұшымен тек қана кішкене ғана саласыздар. Сосын осылай араластырып жіберіп, бұны енді қазір жаңағы пісірген шаурманың арасына салаттармен бірге араластырып жейтін боламыз. Ал достар, мені аштық, әлі пісіп жатыр. Қазір қараймыз. Тауық еті негізі тез піседі ғой бұлар. Сондықтан оған енді приправасын салып. Бисмиллахиррахманиррахим. Үйде не бар, өздеріңіз нені ұнатасыздар, қандай дәмдеуіштерді қосасыздар, соларды қосып, жаңа тауық етін пісіріп алсаңыздар болады. Енді қазір міне соусымызды дайындап қойдым. Енді осыны бір ас қасық қосатын боламыз. Тек қана бір ас қасық. Міне бисмилля. Енді осы баяу отта тауығымыз жұмсарып, әдем болып пісе берсін. Мына дәмдеуіштер бойына сынып, дәм беріп, жұмсақ болып пісе береді. Біз деген енді қамырымызды илеп дайындайтын боламыз. Міне қамырымызды енді не қылды, жаңағы демалып болды. Өте жұмсақ қамыр. Енді ұнымызды көбірек аламыз. Себебі мына ұн деген кәдімгідей ақып тұр. Енді осыны тағы да әбден илеп бөліктерге бөлемізді жаңағы шаурманың нанын пісіретін боламыз. Ал енді осыны бөліктерге бөлеміз. Бисмилля. Енді білмеймін, мен 6-ға бөлем ба деп отырмын. Отбасыларыңызда адам саны жаңа мүшелеріңіз көптеу болатын болса, көбірек жаңа қамыр елесеңіздер болады. Біз енді екі-екеуден жейміз деп осылай елеп жатырмын. Ал достар, енді мына біртіндеп жаятын боламыз. Диаметрі негізі 10-15 сантиметр болған дұрыс. Ақырын осылай жаю керек, өйткені қамыр өте жұмсақ. Мен көлемі осындай болу керек. Мынау көлем жаңа 10 сантиметр дегендеріңіз, ол ана жартысын ғана, жартысы кішкентай болып қалады да. Сондықтан 18 сантиметр, я болмаса 15 сантиметр қылып жайсаңыздар, сонда былай екіге бөлгенге өте жақсы болады да қамырын. Міне 6-ауын дайындап қойдық. Қазір енді осыны пісіріп болғаннан кейін арасында салатындай болып піседі ғой, сол кезде екіге бөлеміз осылай. Екіге бөлеміз, осыдан 12 шаурма шығатын болады. Міне достар, газымыздың астын қостық, табамызды қойдық. Енді осылай тексереміз ма, еш нәрсе құймаймыз, тек қана тексеріп көреміз қазанның қызған қызбағанын. Міне достар, бәрі дайын. Тауық етімізді бағана қуырып алды, көздерінше көрсеттім. Енді осы қоспаны мынаған қосатын боламыз. Енді иісі керемет болып тұр.
жаңа кафеге шындайға барғанда осы KFC-дің иісі күшті болып шығады ғой, тауықтардың еті. Сол сияқты күшті болып тұр. Енді осыны араластырып жібереміз. Одан кейін барып соусты қосып, нанның арасына қосатын боламыз. Қазір енді мына соусты қосамыз. Енді нанымызды пісіріп алдық қой. Мына арасына осыларды салатын боламыз. Бісміллә. Өздеріңіз үй жағдайында пісіріп жесеңіздер болады. Арасында сыр бар болса, сыр қоссаңыздар да болады. Менде сыр болған жоқ. Содан кейін барымды қосып жасап жатырмын. Ал достар, сіздерге жаңағы қазақша шалап дейді, тандем дейді. Осыны жаңағы неден, айраннан лайфхак көрсетіп жіберейін деп отырмын. Бісміллә деп бірінші осы айранды құйып аламыз, жартысын. Енді осыған қазір шай қасық тұз салсаңыздар болады. Дәміне қарай саласыздар нені, тұзды. Сарағашымызды, газдалған сарағаш. Міне енді қасықпен жаңа тұзын ерітіп аламыз, араластырып. Міне донеріміз дайын, шаурмамыз дайын болды. Енді біз жаңағы немізді құямыз, шалапымызды. Ас болсын.